Махамбет университетінде өткен әскери патриоттық және азаматтық тәрбие жобасы биыл да жастарды бір алаңға жинады. Екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған жоба бұл жолы заң және тәртіп қағидатын ту етті. 3 күн бойы студенттер тек күш сынасып қана қойған жоқ. Олар нағыз командалық рух пен әскери дайындықтың қандай болатынын көрсетті. Қол күресі, садақ ату, арқан тарту, көрмеге тартылу, пневматикалық мылтық ату әр кезең ерекше тартысқа толы өтті. Бұл 3 күнге созылған спорттық сайыстардан құралған үлкен жоба. Бұған 6 факультеттің ер азаматтары қатысады. Жалпы мақсаты ер азаматтардың бойында отансүйгіштік, патриоттық сезімді ояту. Одан қала берді, қазір енді студенттер қолы бос болғандықтан немен айналысарға білмейді, спортқа баулу және достық қарым-қатынасты нығайту. Жыл сайын бұл жарысқа қатысушылардың легі артып келеді, себебі ер азаматтар болғасын бәсекелестік көп. Бұл жерде қыздар қатыспайды, сол себепті ер азаматтардың арасында енді әркім мықты болғысы келеді ғой. Сол себепті біздің университетіміздің нағыз жалынды жастары осы додаға қатысып өзінің мықты екенін екінші жыл қатарынан да дәлелдеп жатқан спортшыларымыз, студенттеріміз бар. Әсіресе мергендер сайысы көпшіліктің делебесін қоздырды. Нысананы көздеп атқан қатысушылардың мергендігі соншалық төрешілер жеңімпазды әрі ұпайымен санауға мәжбүр болды. Ал қол күресі кезінде бұлшық еттен бұрын мінез сыналды. Мұхамбет облыстық жарыстардың жеңімпазы былтырғы жетістігін биыл да қайталап, өз салмағында тағы үздік атанды. Қол күресіне қатыстым. 70 килограммнан жоғары салмақ дәрежесінде. Жарыс тек оң қолмен болды. Сол тең түскен жағдайда қосты. Жалпы сонымен бірінші орынды есептеп алдым. Жалпы мектеп кезінен айналысам, 7-ші класстан бастадым деп айтамын. Облыс дәрежесінде, республика дәрежесінде түрлі жетістіктерім бар. Жобаның ең әсерлі бөлігінің бірі АК-47 автоматын шашып жинау кезеңі. Мұндай секундтар шешуші рөл атқарады. Қатысушылардың ептілігі мен шапшаңдығы көрермендерді тәнті етті. Ал саптық жүріс кезінде алаң бір сәтке әскери парад алаңына айналғандай. Бір ырғақпен қадам басқан студенттер тәртіп пен бірліктің шынайы көрінісін көрсетті. Финалдық сәтте ерекше эмоцияға толы болды. Жеңімпаздар сахна төріне көтеріліп, кубокпен марапаттарын алды. Қорытынды кеште барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге алғыс хаттар табысталды. Командалық есепте педагогика факультеті үздік үштікті түйіндеді. Жаратылыстану география факультеті екінші орынға жайғасса, физика-математика факультеті қатарынан екінші жыл чемпион атанды. Бұл жоба жай жарысы емес, бұл рухты шыңдайтын, жауапкершілікті сезіндіретін, елге қызмет етудің мәнін ұқтыратын мектеп. Махамбет жастары биыл да патриотизмнің сөзбен емес, іспен дәлелденетінін көрсетті.